адамдар ойлайды ғой, туғаныңмен жұмыс жасама, туысқаныңмен жұмыс жасама, отбасылы адамдар бірге жұмыс жасаса арасы суып кетеді деген сияқты. Мүмкін бұл неше түрлі убеждение шығар. Сіз қалай ойлайсыз? Өзіңіздің жүйеңіз дұрыс емес, өзіңіздің есебіңіз дұрыс емес. Сол үшін сіздің минусқа кетіп жатқаныңыз, сенімсіздігіңіз соның арқасында шығар. Сізге сенгендіктен келген сияқтымын. Саудада десе біздің кішкентайымыздан бір образдар бар. Базардағы апайлар. Саудагер деп па? Иә. Инстаграмға тіпті уақыты жоқ. Жеке брендті жасау деген ой қайдан кетті сізге? Әрбір қазақ келіншегіне айтарым, ерінбестен күнделікті не істеп не жеп жатқаныңызды сала берсеңіз, оны адамдар қызығады екен. Сіздің өміріңізге қызығады екен, сізге әуес қылады екен, сіздей болсам дейді екен. Біздің подкаст шыққанша сіз одан да танымал болатын сияқтысыз. Сол осы жастардың негізінде айтқанменен жүрген бір немнің арқасында осы Миссис Қазақстанға қатысып кеттім. Иә, бизнес деп жүре беріп мен көп нәрсені білмейді екем. Миссис Қазақстанға келіп біраз нәрсені біліп, біраз нәрсені үйреніп, ол кісіден қанша мотивация алып өзіме сіңдіріп жатырмын. Сіз қалай үлгердіңіз деп сұрақ қояйыншы. Қазір қалай үлгересіз? Қалай үлгердіңіз кезінде? Әйелдер егер қаласа бәр нәрсені істейді. Қолынан келмейтін жоқ әйелдердің. Сәлем көрермен, бұл Байбол подкаст каналы. Бүгін бізде қонақта кәсіпкер, мотиватор, бизнес-вумен деп айтайыншы. Ләззат Әбдіқайымова, қош келдіңіз. Қош келдік. Қалыңыз қалай? Жақсы, рахмет. Сізді подкастта көргеніме қуаныштымын. Қазір андай ғой, ойлаған нәрсең тез болатын нәрсе ғой. Осыдан 1,5-2 ай бұрын сіздің видеоңызды көрдім. Таңертең ұйқыңыздан оятып, кинодағыдай деп айтайыншы. Кинодағыдай видеоңызды көріп, мәссаған осы кісімен таныссам екен деген бір ой болған. Инстаграмыңызға қарап, қазір арада көп уақыт өтпей сұхбаттап отырмыз. Алғашқы сұрақты мынадан бастағым келеді. Менің өмірім 30 жыл бұрын Алматыға көшіп келгеннен бастап өзгерді деп айтқансыз, иә? Жалпы сол жағдай қалай болды? Алматыға неге келдіңіз? Кәсіппен арнайы айналысу үшін келдіңіз ба? Негізінде 30 жыл бұрын, мен 95 жылы тұрмысқа шықтым. Сонымен енді бізде әке шешем мен негізінде осы Алматыда саудамен айналысты. Сол әке кәсіп деп, сол әке шешемнің кәсібі бұл жасап жатқан кәсіптеріміз. Сонымен енді біз жас семья болды, отбасы, кішкене қарапайым семьяға, отбасыға түстім. Өзім де қарапайым семьядан шыққанмын. Сол енді кішкентай енді бізде сол кезде бір трендте жүрген бір кожаный куртка болатын. Сол кожаный куртканы алсақ, сонымен сауданы істеп алып ауылымызға қайтамыз деп ойлағанбыз. Негізінде біз куртканы алуға келгенбіз. Соныменен куртка ала алмай әлі жүрген сияқтымыз ғой деп. 30 жыл болды десеңші. 30 жыл болды. Біз енді отбасының ең жетінші ұлы, мен жолдасым. Біз үйде қалатын ең кішкентай ұл қалады ғой енді. Сол ең кішкентай ұл қалады деп біз сол үйде қалатын болғанбыз. Енді бір тағдыр ма или бұл пешенеге жазылған ба? Бұл енді Алматыда қазір енді сол саудамен айналысып, саудамызды жалғастырып жүрміз. Негізінде Алматыға біз сауда жасаймын, бизнесмен болам деп келмегенмін. Только куртка алам деп келгенмін. Шынымен солай, иә? Шынымен солай. Мәссаған. Болған нәрсе ол. Жалпы Алматы бірден құшақ жая қарсы алмайтыны белгілі. Оны осында жұмыс жасаймын деп келген адамдар біледі. Жақсы, сіздің мақсатыңыз басқа болыпты. Сосын қалам деп шештіңіздер. Иә, сосын уақыт келе біз енді саудаға берілгеннен кейін, енді сауданың не дейді, ақшаның дәмін татқаннан кейін біз қызығушылық пайда болып бізде, сонымен сауданы бастап кеттік. Әрине ата енеміздің рұқсатыменен келіп, солардың батасын алып, барып сауда істеңдер деп, бізде сауда істеп, сол кісілерге көмегіміз дейіп, әр 2 айда, әр 1 айда барып тұратын едік. Жаңағы ақшамызды, қомақты ақшамызды алып, қолдарына табыстап, қайтадан келіп жұмыс жасайтын едік. Солай жүрдік, иә. Жалпы сіздің 30 жылдағы кәсіптік жолыңыз қалай болды? Жалпы 30 жылда не көрдіңіз деп айтайыншы осы кәсіптен? 30 жылда негізінде көбінесе көп қиыншылықтар өтті, бірақ та мен қажымас қайраттың, қайтпас мінездің арқасында осындай дәрежеге жеттім деп ойлаймын. Сол тәуекелшілік болды менде. Тәуекел ететінмін. Көп қиыншылықтар болды өмірімде, оны да кішкентай, кіші қылып фильмдер біз көрсеттік. Оның бәрін бүкіл өмірімді көрсету мүмкін емес. Соның ішіндегі нақты-нақтысын алып көрсеттік. Қиыншылықтар болды әрине. Қаржы жағынан қиыншылықтар болды. Және де өзіміз жас семьямыз.
Одан жаңағы әкем қайтыс болғаннан кейін бауырларым да анашым да барлығы маған арқа сүйеп отырғаннан кейін мен жауапкершілікті өзіме алдым. Солай сол жауапкершіліктің арқасында, еңбектің арқасында керемет бір осындай жетістікке жетіп жатырмын. Бірінші Алланың арқасында деп ойлаймын, екінші анашымның батасының арқасында деп ойлаймын. Бізге әрдайым батасын беріп отыратын еді. Әжеміз болған ол кезде әжемнен бұрын әкеміз қайтыс болды. Сол кезде жаңағы әжеміз де батасын беріп отыратын, бар арқа сүйейтін сенсің, алға ұмтылып, Құдай қаласа мына інілеріңді жақсы жағынан биік шыңдарды бағындырасың, әлі мен оған сенемін деп бізге сәл жаңағы жақсы өзінің баталарын беріп бізге сенім тапсырып отырған. Соның арқасында шығар деп ойлаймын, қазір осындай дәрежеге жеткеннің арқасы. Иә. Мен бір жерін оқып едім, сен қанша адам үшін алаңдасаң, Алла тағала саған сонша адамның күш қуатын беріп қояды деп. Иә, ол дұрыс екен. Неге десеңіз, мен мысалы үшін осыған дейін менің қарамағымда қанша мың ағайын туысқан болды, бауырларым болды, анашым болды. Көптеген туған туысқандар келіп, енді қарамағымда жұмыс жасады, және де бізге қарап отырды. Содан кейін шығар Алланың маған беріп жатқан несібесі деп ойлаймын. Ал енді қазіргі таңда да бізде де қарамағымызда біраз қыз жігіттер жұмыс істеп жасап жатыр. Өзіміздің қызымызбен қатар қыз жігіттер жұмыс жасап өзінің жаңағы айлықтарын демей ма, сол алып жатқан жай бар. Қазір заманауи психологияда деп айтайын ба, әлде сол нәрсе көп тренд болып кетті деймін ба, жауапкершілік алма, көп адам үшін уайымдама деген нәрсе тренд болып жатыр ғой. Сізге ол, сіздің көзқарасыңыз қандай ол нәрсеге? Енді негізінде менің көзқарасым, енді қазір тренд болды деп трендке шыға берудің де қажет жоқ деп ойлаймын. Әркім өзінің санасына, ойына қарай жұмыс жасайды. Енді мысалы үшін мен қазіргі трендке қарап, жанында досың или болмаса мысалы үшін туған туысқаның қиналып отырса, например ше, оған сен көңіл бөлмеу жоқ, мен жауапкершілікті қарамаймын, өзіме алам деген ол дұрыс емес деп ойлаймын. Сол үшін жауапкершілік алғанның арқасында көп нәрсеге, көп нәтижеге жетесің деп ойлаймын. Сол үшін ол менің ойым енді негізінде. Сол сияқты жауапкершіліктен адам қорқпау керек. Ол алған сайын Алланың беретіні де көп, сізге сенетіні де көп. Сол үшін ол мойымастан басыңды көтеріп, беліңді буып, жауапкершілікте болған еш қиын жағдай емес деп ойлаймын. Жалпы сіз жаңа айтып жатырсыз ғой, отбасылық кәсіп ретінде қарастырасыздар, иә? Отбасылық кәсіптің плюс минустары қандай? Бізде адамдар ойлайды ғой, туғаныңмен жұмыс жасама, туысқаныңмен жұмыс жасама, отбасылы адамдар бірге жұмыс жасаса, арасы суып кетеді деген сияқты. Мүмкін бұл неше түрлі убеждение шығар. Сіз қалай ойлайсыз? Жоқ, мен отбасыммен 20 жыл бірге жұмыс жасадым. 20 жылда бізде кассада бір болды. Қаншама інілерім, келіндерім мен мысалы үшін бірге бір отбасыда бір үйде тұрған күндерімізде болды. Бірақ та бұл жерде әркім өзінің жұмысын және де өзінің қай, мысалы үшін менің орным мысалға әпкесіммен, например ше, ал ол жерде ол інілерім, келіндерім, сіңілерім әрқайсының өзінің орнын білетін болса, бұл жерде ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Үлкенге қарап сыйлап, біз кішіге жаңа құрмет жасап отыратын болсақ, бұл жерде ешқандай қиыншылық жоқ. Және де бұл бизнестің бір ең айтып кететін жері есеп. Есебің дұрыс болып, барлық нәрсені тең бөліп, ақиқатты айтып, жаңағы тек қана аққа Құдай жақ дейді ғой. Ақ жағын айтып отыратын болсаң, есебіңде дұрыс болып, бәрін теңдей бөліп отыратын болсаң, ешкім саған ешкімге айтпайды және ренжімейді. Неге десең, сенің әділдік айтатыныңды біледі. Сол сияқты мен бұл жерде туған туысқандармен 20 жылдың уақытысында бір ұяда бір 10 жылдай ма тұрдық біз. Және де сол ұяда тұрдық. Бір касса болған себебі бұл жерде әділдікпенен есептің арқасында деп ойлаймын. Соның арқасында біз көп нәрсеге жеттік, бірге жұмыс жасадық. Олар да қазір, мысалы үшін, інілерінде білдей Аптабек қазір осы Қазақстанда. Демек, бір жерге бәрін құйып, содан әділ бөліп, әрқайсысы қазір бөлек-бөлек кәсіпкер болып отыр. Мысалы үшін, адам біреуге сыйлық сыйласаң, или болмаса біреуге бір нәрсе алсаң, өзіңде көр дейді. Өзіңе не алсаң, сол адамға да солай сыйлық сыйла ал дейді. Сол сияқты мен мысалы үшін
барлық нәрсені өзімдей көретінмін. Мгм. Өзіме не алсам оларға да соны алып, өзіме не істесем соларға да бәрін бірдей әділ ретінде мен осы бөлгеннің арқасында Мгм. осындай ұзақ уақыт біз бірге жұмыс жасадық деп ойлаймын. Мгм. Керемет. Және жаңа айтып қалдыңыз ғой, есебің түзу болсын, есебің түгел болсын деп, иә. Жалпы кәсіпкерлердің өте көп қателігі осы дұрыс есептемегеннен кассовый разрыв болып жатады, минустарға кіріп жатады үлкен. Сізде ондай тәжірибе болды ма? Иә, негізінде мен өзім орта неде оқуды оқығанмын, орта білім. Мгм. Менде бухгалтерлік негізінде өзімде мамандығым бар. Мгм. Сол үшін мен есеп жағынан мен ең бірінші орынға қоямын. Мгм. Неге десең, ол жұмысым менің, ол жеп отқан наным менің. Мгм. Оған мен мұқият қарап, есебімді дұрыстаймын. Мгм. Сол этаптың бәрін мен інілеріме, туған туысқандарыма бәріне үйреттім. Неге Мгм. десеңіз, есепті дос айырмас деп, есепке ең бірінші жаңағы жағына мен қарағаным, жаңағы не алсаң да есеппенен барлығын, и Мгм. есеппен шығарып, расходын шығарып, солай есебіміз дұрыс болғаннан кейін шығар деп ойлаймын, осындай дәрежеге жетіп, қаншама уақыт бірге жұмыс жасап, қаншама Мгм. уақыттан бері, мысалы үшін осы берген Алланың бағын ұстап отырғаным деп ойлаймын. Есеп бірінші, иә. Иә. Бірақ өміріңізде бір осыдан мен сабақ алдым дейтін бір ақшаға байланысты бір үлкен оқиғалар болды ма? Енді сабақ алатын менде оқиғалар болмады, бірақ та өмірдің ағымымен келіп жаттық. Біз жоқтан былай өстік. Мгм. Жоқ кезімізде мысалы үшін қарапайым отбасыдан шықтық. Мен бір министрдің қызы болып, бір бизнесменнің қызы болып туылған жоқпын. Мгм. Үлде мен бүлдеге оранып, бұл өзіміз қарапайым болғандықтан, қарапайым семьядан болғандықтан біздің жұмысымыз былай жоғарылай бастады. Этаппен Мгм. жоғарылай бастады. Сол үшін мен әр нәрсенің құнын білемін. Мгм. Ақшаның да құнын білемін, адамның да, туған туысқанның да бәрінің жағдайына қарап, өзімнің қаяқтан шыққанымды еш уақытта ұмытпай, сол жұмысымды ары қарай жалғастырғанның арқасында, өзімнің қарапайым семьядан отбасынан шыққанымды ұмытпағанның арқасында шығар, мен жаңағы ешқандай қиыншылық болмай, Алланың өзі қолдап қуаттап Мгм. жоғары қарай шығарып жатыр. Көтере берді, Иә. Керемет. Жалпы сіз айтып жатырсыз ғой, біз көп адаммен бірге жұмыс жасадық деп. Жалпы кәсіпкердің жанында жүрсе де үйренбейтін адамдар болуы мүмкін, иә. Жалпы. Әрине, үйренбейтін адамдар болуы мүмкін. Көп нәрсе саудада бізде қанша адам келіп жатады, қанша адам кетіп жатыр. Мысалы Мгм. үшін оған төзе білген, шыдай білген, сауданың қыр-сырын біле білген адам ғана ар жаққа қарай алып кетеді деп ойлаймын. Мгм. Оған да төзім керек, қанша мың қаражат керек. Мгм. Сол бірді біріне қосып отыратын есеп керек. Мгм. Және де еңбек керек. Алланың қалауымен міне еңбектің арқасында нанын жеп, 30 жылдан бері сауданың арқасында осылай шалқып жүрген жайым Иә, бар. әрине үлкен Аптабек екеніңізді білеміз, үлкен кәсібіңіздің бар екенін білеміз, ол туралы айтамыз. Бірақ осы сұрақты тереңірек ашу үшін тағы бір сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы кәсіпкерлерге осы сіз айтқан еңбектен бөлек, жауапкершіліктен бөлек, есептен бөлек тағы не нәрсе жетіспейді? Мен осы саудаға келгеннен келіп қанша адаммен жұмыс жасаймыз, сенім керек адамға. Адам Мгм. сене білу керек. Мен осы дәрежеге жетемін, мен осы қолымнан келеді. Адам бірінші өзіне сену керек. Өзінен кейін, мысалы үшін, қарама қарсында, мысалы үшін, қанша мың адамдармен жұмыс жасайды, сол Мгм. адамдарға деген көзқарасы өзгеріп, ол адамға деген сенім білдіру керек. Мгм. Сенім білдірген жағдайда ғана сіздің жұмысыңыз алға қарай басады. Мгм. Егер сенім болмаса, мысалы үшін, мен де бұл жерге келмес едім. Мен Иә. сізге сенгендіктен келген сияқтымын. Сол Мүмкін, сияқты иә. адам бірінші өзіне сену керек. Екінші, алдындағы бірге жұмыс жасап жатқан, қарама қарсы жұмыс жасап жатқан адамдарға сену керек деп ойлаймын. Мгм. Енді сіздің позитивіңіз күшті ма білмеймін, бірақ кейбір кәсіпкерлер айтады ғой, мысалы оған тапсырып кетіп едім, дұрыс жасамады, немесе қазір сенетін адам жоқ, немесе мен жоқ кезде ұрлап жырлапты дейді, неше түрлі жағдайлар бар. Сізде мүмкін бір жүйе бар шығар. Негізінде есеп деген бағанағы бері мен сіздермен сөйлесіп жатырмын ғой, есеп деп. Мгм. Есебіңіз дұрыс болса, ешқандай ештеңке минус жағдай болмайды. Адам Мгм. өзіне сақ болу керек деп ойлаймын. Сол үшін Мгм. адам бірінші біреуді кінәламас бұрын өзіңді кінәлау керек. Мгм. Өзіңіздің жүйеңіз дұрыс емес, өзіңіздің Мгм. есебіңіз дұрыс емес. Мгм. Сол үшін сіздің минусқа кетіп жатқаныңыз, сенімсіздігіңіз соның арқасында шығар. Сол үшін Мгм. адам бірінші
өзін түзеулеп, өзіне сенім артып, өзінің білімін арттырып, өзінің мынау жаңағы есептегі білімін арттыру керек деп ойлаймын. Сол кезде ғана ол жанындағы адамға сенеді. Жанындағы адам да бұл кісінің есебі дұрыс, бұл кісінің мына жерде бәрін есептеп шығарып алады деген сияқты, ол да өзінің жұмысына жауапкершілікпен аяқ қарайды. тартады Иә, десеңші. аяқ тартады, жауапкершілікпен қарайды. И өзінің де мысалы үшін жұмысын таза істегеннен ол да мысалы үшін оған да плюс негізінде. Иә, Иә. әрине. Мен кәсіпкер десе, әр адамға әртүрлі образ елестейді ғой. Саудада десе, біздің кішкентайымыздан бір образдар бар. Базардағы апайлар. Саудагер деп па? Иә. Инстаграмға тіпті уақыты жоқ. СМ аламын, бірақ жұмыс жасамайды. Инстаграм жүргізуім керек еді деп жүрген адамдар бар. Сіз өзіңіз жұмыстың бизнес аккаунтынан бөлек, өзіңіздің де инстаграмыңызды күшті жүргізіп жатырсыз, иә? Осы жайында айтып беріңіз. Жалпы жеке брендті жасау деген ой қайдан келді сізге? Негізінде осы біз енді кәсіппен айналысып жатқанымызға 30 жылдың уақытысы болды. Бірақ та бұл кәсібіміз жүріп жатқан кәсіп бізде ше. Кәсіпкеріміз және де өзімнің жеке брендімді ашайық деп біз негізінде инстаграммен жүрген жоқпыз бірінші кезде. Ұлдана екеуміз өзіміздің өмірімізді сүрейік, контентті, подписчикті көбейтейік, контенттерімізді жасайық деп солай ойлағанбыз. Және де солай жасап жүрген кезімізде біздегі бір продюсер қызымыз Әйгерім қазір бізбен жұмыс жасап жатыр. Сол бір күн маған звондады. Сіздің Гизия магазиніңіз бар екен, апай. Сіздің ол жердегі подписчигіңіз 1000 подписчик екен. Сіз бізбен жұмыс жасап көріңіз, мен сіздің подписчигіңізді 10 000 подписчикке көбейтіп берейін бір айдың ішінде деді. Жарайды, мен көбейтіп беремін десем мақұл дедім, мен жарайды. Мен оған қарсы емеспін. Как раз мен енді екі магазиніміз бар бізде, киім магазині. Соған подписчик жинап алайын, қайта ары қарай жұмыс істесе көреміз оны деп көріп мақұл дегем. Ол қыз келді, сонымен жұмыс жасадық. Бір айдың ішінде 10 000 подписчик жинады. Соменен маған да енді қызығушылық артты. Давай жұмыс істейік. Соменен екеуміз жұмыс жасап, подписчик көбейттік. Ол деген менің мақсатым, өзімнің магазиніме деген подписчигімді жинап, клиент, ол подписчик деген бізге клиент ол. Иә, клиенттерін жинап, мына магазиннің саудасын одан да арттыру. Солай жүріп, продюсермен жұмыс жасап жүріп, енді қазір личный бренд ашсақ қалай болады екен деген ой келді. Подписчигіміз көбейіп жатыр. Сол үшін енді содан кейін біз жаңағы инстаграмның подписчигін көбейттік, одан өзіміз контенттер шығарып, өзімнің ол жаңағы Әйгеріммен ақылдаса отырып, ол айтты маған, давайте сіздің өзіңіздің аккаунтыңызды біз подписчигін көбейтейік. Ары қарай сіз өзіңіздің брендіңізді шығара аласыз деп. Гизия соның арқасында кетеді, сухофрукты соның арқасында кете береді, өзіңіздің брендтің арқасында деп маған ой тастаған сол Әйгерім болды. Сонымен Әйгерім, давай бұл нормально бізге неге ұғым екен, екеуміз давай жұмыс жасайық деп, сонымен жұмыс жасап, қазір енді личный брендке жұмыс жасап жатырмыз енді, аккаунттың подписчигін көбейтіп. Майда бастап, қанша бір жылға толмайтын уақытта 160 000 подписчик алдыңыз. Иә, оның барлығы, оның арқасында да қанша мың еңбек жатыр, қанша мың ұйқысыз күндер жатыр, түндер жатыр. Соған мойымастан, ерінбестен, аянбастан еңбектің арқасында осылай жиналды деп ойлаймын. Жалпы көп адам осы блогын жүргізуге ерінеді ғой, енді түрлі рилстар түсіруге, оның артында жаңа өзіңіз айтқандай көзге көрінбейтін еңбек жатыр ғой. Мүмкін түнімен, мүмкін таң атпай, сіздің видеоларыңызды қарасам таң атпай түсіретін сияқтысыз контенттеріңізді. Және оның енді өзінің берері мол ғой. Осы бір жылдың ішінде осы блогыңызды дамытқалы сізде не нәрселер өзгерді? Менде көп нәрсе өзгерді өмірімде. Өзіме деген өзім негізінде өзімді жақсы көретінмін, бірақ та өзімді жақсы көру одан сайын артты. Өзім осы жастармен жұмыс жасап, өзіме мотивация алып жатырмын. Және де бұл жерде танымал болып жатырмын. Бұл жерде өзімнің қаншама клиенттерім келіп, сізден алайықшы осы киімдерді, сухофруктыны сізден алайықшы деп бәрі келіп, басқа жақтан алмай бізден алып жатқанына мен қуанып жатырмын. Плюс жағы көп. Сол үшін әрбір қазақ келіншегіне айтарым, ерінбестен, күнделікті не істеп, не жеп жатқаныңызды сала берсеңіз, оны адамдар қызығады екен. Сіздің өміріңізге қызығады екен, сізге әуес қылады екен, сіздей болсам дейді екен. Сол үшін бұл еңбек ерінбей, етсең тіленбей, тояды, қарның тіленбей деген сөз бар ма? Мақалымыз. Сол үшін еңбектің арқасында
осындай танымал болып жатқаным деп ойлаймын. Иә, бұл біздің подкаст шыққанша сіз одан да танымал болатын сияқтысыз. Және бір сізге осы блогтың бір тағы бір берген мүмкіндігі бар сияқты. Мисс Қазақстан қазір қатысып жатырсыз. Осы жайында айтайықшы. Иә, бұл Қалай келдіңіз бұл жобаға? енді ашығын айтайын, негізінде мен енді 50-ге келдім. Маған енді жастардың арасында не бар? Мен қой енді құдағиларым бар. Олардың арасында ұят қой деген ұят бірінші тұрады біздің немізде, қағидамызда. Сол үшін соны ойлап отырған кезімде как раз ұлдана келді де маған түсірейікші, қатысыңызшы деп, Әйгерім екеуі қатысыңызшы, көрсеңізші, өзіңіздің бір қырыңыздан сынап, өзіңіздің қай дәрежеге жететініңізді көрсеңізші, сіздің қолыңыздан келеді деді екеуі. Сонымен ойланып жүрдім, ол декабрьде болған оқиға. Содан ойланып жүрдім де мен енді қазір жұмысым бар, одан қалса мына ораза келе жатыр, одан қалса біз Аптабекпіз, Соқапыровтың қалай болады екен деп ойланып соменен 10 рет ойланып, бір рет кесіп жаздым Жадыра ханымға. Жадыра ханым, иә, келіңіз, болды, ерте мына съемкаға келіңіз деп бардық. Ол жерде бәрін түсіндірді. Соныменен осы жастардың негізінде айтқанменен жүрген бір немнің арқасында осы Миссис Қазақстанға қатысып кеттім, иә. Ол жақта отбор болды ма, қалай? Иә, оған дейін болған ол жақта. Ол жақта бәрі болған, біз ең соңында шешім қабылдағандықтан біз ең соңында бардық ол жерге. Отбор болып, барлығы сол жерден теріліп алынған 220 адамның ішінен 35 адам теріліп алынған. Мәссаған. Бізге қарасақ бәрі жеңіл болып жатқан сияқты, әдемі киіммен күшті болып жүрген сияқты. Жалпы оның артында қандай еңбек жатыр, не болып жатыр жалпы? Негізінде мен барып ол жерден 50-ге келсем де көп нәрсе білмейтінім көп екен. Ол жерде неше түрлі психологтар келді, ол жерде жаңағы маркетологтар келді, финансистер келді. Біз көп нәрсе ол жерде оқыдық, үйрендік. Ол жерде мен энергия алдым. Ол жердегі қаншама жас қыздармен жаңағы танысып, араласып, білмейтінімізді ол жерден дефиле жаңағы фотографтармен ақылдасып ол жерде жаңағы бізде артистік жағынан бізде мысалы үшін көп тіл байлығымыз жете бермейді. Ол жерде тіл байлығымызды көрсетіп, ол жерде үйрететін көп екен. Сол үшін мен айттым, енді бизнес деп жүре беріп, мен көп нәрсені білмейді екем. Миссис Қазақстанға келіп, біраз нәрсені біліп, біраз нәрсені үйреніп, және де ол жақтағы қыздардан, Жадыра ханым президент, осы жобаның президенті ғой. Ол кісіден қанша мотивация алып, өзіме сіңдіріп жатырмын. Сол жоба арқылы бізде Қазақстанда қаншама мықты кәсіпкерлер бар екенін біліп жатырмыз. Иә. Кәсіпкерлер енді бұл негізінде бұл жоба, бұл әйел адамның өзінің еңбегінің нәтижесін көрсету деп ойлаймын осы жобада. Қаншамаң біздегі қыз келіншектер өзінің қиын да жолдармен келіп, осындай бір еңбектің арқасында бір нәтижеге жетеді. Сол нәтижесінің осы жобада көрсетіп, халыққа танылып, киелі сахнаға шығып жатқанына мен қуанамын, және де Жадыра ханымға рахметімді айтамын. Финалға дайындық қандай? Енді финалға дайындық жүріп жатыр. Бізде 14-нен бастап осы бүкіл қаладан, бүкіл Қазақстан бойынша қыздарымыз келіп, бірге дайындаламыз. 19-ы дайындықтың соңғы күні, 20 март, Құдай қаласа, финал. Оған да дайындалып жатырмыз енді, дефиле, қалай жүру, қалай сөйлеу керек екен, бәрін дайындалып жатырмыз. Құдай қаласа, барлық қыздарымызға сәттілік тіледім. Өздерінің елдеріне абыройменен, Құдай қаласа, жақсы тәжіні басына киіп, жақсы қуанышпен орала берсін. Керемет. Бәріне тілек тіледіңіз ғой, күшті қылып шын ниетіңізбен. Осы жұмыс енді ол да уақытты алатын, ол да энергияны алатын, ол да көптеген күшті алатын зат қой. Жалпы әйел адамдар үшін салыстырмалы түрде, ер адамдармен салыстырмалы түрде кәсіпті жүргізу оңай емес екенін білеміз. Отбасы бар, бала бар, жалпы сіз қалай үлгердіңіз деп сұрақ қояйыншы. Қазір қалай үлгересіз, қалай үлгердіңіз кезінде? Негізінде баста мен бірінші бастағанымда үлкен қызым туылған кезде 5 ай болған. Сол кезде мен тастап шығып кеткем жұмысқа.
Неге десеңіз, бірінші орында әйтеуір жұмысты тастамау керек. Баланы 10 жылда жеткенменен, 10 жыл уақытта мен балалы болғанменен, бірақ мен жұмысты бірінші орынға қойдым сол уақытта. Няняларымызға тастап, осы жаңағы жұмысымызды алға қарай жалғастырдым. Бірақ та жұмыс пен баланы, отбасыны, семьяны бәрін алып жүру ол қиын нәрсе. Бірақ та әйелде 40 жан бар дейді ғой. Әйелдерде 40 жан бар дейді. Әйелдер егер қаласа бәр нәрсені істейді. Қолынан келмейтін жоқ әйелдердің. Сол үшін сондай бізге Алланың тағаланың өзі 40 жанды бергенде неге соны пайдаланбасқа? Соныменен тынбай, шаршамай, әр нәрсеге ұмтылып, Құдай қаласа, мына осы Алланың арқасында осындай міне қазір жұмысты да, контентті де, баланы да бірге алып жүрген мына жүрміз. Жұмысыңыз, уақытыңызды қалай жоспарлайсыз? Уақыт негізінде қазір тапшы. Қазір ораза кезінде, тем более қазір деген ауызашар болады. Таңғы асымызды ішіп, аузымызды жабамыз. Ал негізінде ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық деп. Сол біз ерте тұрып, бүкіл нәрсені жоспарлап, ертеңгі күнге қандай жоспар, бір күн алдын жоспарлап қоямыз. Соның арқасында шығар, осындай бәріне үлгеріп, жан-жағыма магазиніне де барып, сухофруктіме де барып, бір күнде бәріне барып, бір күнде. Балаларыма да көңіл бөліп, олар енді кішкентайларым енді қазір дайындықта оқып жатыр. Соларға да көңіл бөліп, оқуына, есебіне, олардың апайларымен сөйлесіп, әйтеуір үлгеру керек. Қазіргі уақытта трендтен қалмау керек деген қағида бар енді. Блог жүргізесіз. Жобаға қатысып жатырсыз. Сол үшін Алланың өзі күш қуат берсін, Құдай қаласа, сол еш трендтен қалмастан, бүкіл бала шағамыздың жаңағы біліміне ең біздің жаңағы көп беретін біздің үлесіміз көп қой. Білім беріп оларға тәрбие берудің біздің ең бірінші мақсатымыз. Олар біздің айнамыз. Бізде не көреді, соны олар істейді. Сол үшін оларға үлгі болатындай, оларға біздің жақсы қырымызды сақтап қалып, соған ұмтылатындай жағдай жасау керек. Сол үшін әрбір істеген ісіміз бізге, балаларымызға айна. Мен бір сұхбатта естіген едім, мықты кәсіпкер болу үшін сенде екі нәрсе болу керек дейді. Бір екеуінің біреуі болу керек, тым болмаса. Біріншісі мықты ішкі тірегің, немесе бір мықты психологпен жұмыс жасау керексің дейді. Мүмкін енді қазіргі уақытқа бейімделіп айтып жатқан шығар. Жалпы бізде қазір түрлі ойлар бар да, үлкен квантовый скачок жасау үшін, үлкен брендтерді жасау үшін миыңдағы блоктармен жұмыс жаса деген сияқты. Сізде қалай ол жолдан өттіңіз ба? Психологпен жұмыс жасау деген сияқты. Негізінде көп адам осы соңғы 10 жылдың ішінде ғой деймін, психологпен жұмыс жасап жатады. Бірақ та мен сол психологқа бармаппын. Бармағанымда, неге десеңіз, адам бірінші өзін өзгерту керек. Ойын өзгерту керек, ниетін өзгерту керек. Сол кезде ғана барлық нәрсе болып кетеді деп ойлаймын. Психологсыз-ақ сіз өзіңізде көп нәрсе ше. Сол үшін мен соны өзім білемін. Өзіңіздің жолыңызды не ашатынын, қандай тілек, қандай ойда жүресіз. Сол үшін мен психологқа еш уақытта бармаппын, жүгінбеппін. Тек қана мен өзімен жұмыс жасадым. Менің ішкі дүнием дұрыс жұмыс жасау керек. Ішкі дүние менің ниетім дұрыс болу керек. Және де жүрегім ақ таза болу керек деген менде сондай қағида болды. Және де миымызда көп деген бізде керек емес заттар бар. Мида сол керек емес заттың бәрін алып тастап, тек қана жұмыс, бала-шаға, алға деген ұмтылыс, жақсы ниеттің арқасында осындай менің іштегі дүнием сол, ерінбей, ертеңге қалдырмастан барлық нәрсені қазір ойладым ба, қазір жасап тастағым келеді сол нәрсені. Сол дүниенің арқасында шығар мен осындай дәрежеге жетіп, жұмыстың алға басып жатқаны деп ойлаймын. Дайын кәсіпкер болып туылған сияқтысыз. Негізінде дайын кәсіпкер болып туылмайды. Адам өмірдің өзі сол неге үйретеді екен. Дайындайды екен. Кәсіпке, өмірге қаншама қиыншылықтың арқасында осындай дәрежеге жетіп отқан екен, мені өмірдің өзі үйретті деп ойлаймын. Керемет. Енді сіздің брендіңізге келейік, Гизияға.
Білеміз қалай жұмыс жасайтынын. Осы жайында айтайықшы, бұл идея қайдан келді? 30 жыл бұрын бірден бастап кетпедіңіз ғой енді, иә? Осы жайында айтайық. Осы бизнеста мысалға бір жылы мысалы 100 кәсіп ашылса, оның 90-ы жабылады деген статистика бар ғой. Мысалы, ол брендті жабылмас үшін, өз-өзін ақтап тұру үшін қалай жүргізу керек? Сіздің есеп екенін білдік, бірақ енді кәсіпкерлерге сіз қандай ойларыңызды айта аласыз? Енді біз осы магазиннің ашылуын айтып кетейін бірінші. Мгм. Магазиннің ашылуы біз 5 жыл бұрын аштық. Негізінде әйел адамдардың бәрін білемін, киімді жақсы киінгенді жақсы көреді. Мгм. Сол үшін ол өзімнің соның бірі өзіммін. Мгм. Өзім де жақсы киінгенді жақсы көремін, жақсы жүргенді, жақсы ішіп жегенді Мгм. жақсы көремін. Сол үшін осы бір өзіме ой келді, осы киімді ашсам қалай болады екен? Енді өзімнің қарама қарсымда қаншама достарым бар, қаншама қыздар бар. Соны бір көрейін деп өзімді сынап аз-аздан алып келген түрім бар еді. Мгм. Бірақ та мына ар жағы жалғасып үлкен магазинге айналып кететінін білмедім, шынымды Мгм. айтсам. Сол осы бірінші өзімнің киімді жақсы көретінімнің, жақсы киімді кигеннің арқасында осындай магазинді аштым. Мгм. Оның үстіне жаңағы біздегі Қазақстандағы келіншектердің барлығы жаңағы киінгенді жақсы көреді, жақсы жерден алып магазиннен мысалы үшін бренд алғысы келеді. Сол үшін осы үлкен магазинді аштық. Мгм. Бұл енді көп келіншектердің ойынан шығып жатыр. Неге Мгм. десеңіз, біздегі көп түрлі, неше түрлі бағада және де брендтің неше сапалы киімдердің, сәнді де сапаға сай киімдер бізде көп. Мгм. Соның арқасында осындай бізге ар жақ қарай біздің Гизия магазині жалғасып, Құдай қаласа, бұл да еңбек қой, қаншама еңбек жатыр, қаншама Мгм. әйелдің ойынан шығу оңай емес. Иә. Иә, олардың талғамына сай жұмыс жасау да оңай емес. Мгм. Сол үшін қаншама еңбектің арқасында осы магазиніміз ар жақ қарай жұмыс жасап жатыр. Мгм. Жалпы бұл енді салыстырмалы түрде конкуренті өте көп ниша Көп, ғой. иә. Конкуренттерден ерекшелену үшін не істеп жатырсыздар? Енді бізде конкурент көп, иә, бірақ та баға мен сапаға байланысты. Мгм. Егер де қай жерде сіз бағаңыз әдемі баға болып, сапаңыз күшті сапа болып тұрса, ол айналып келіп сізден алады. Мгм. И модель ұнау керек қыздарға, қыз Мгм. келіншектерге. Сол үшін лажы барынша солардың ойынан шығатындай, сол қыздарға ұнайтындай дәрежеде біз киімдер алып келеміз. Мгм. Соның арқасында деймін, біздің жұмысымыз ары қарай жалғасып Жүріп жатыр, жатқанына, иә. иә. Мгм. Ол жерде кәдімгі дизайнерлер жұмыс жасай ма? Қалай таңдайсыздар? Мысалы, вкус, Аа, не нәрсеге мән беріп қарайсыздар деген сияқты ғой. Негізінде бұл жерде мен тағы или менікі дұрыс па екен, дұрыс емес пе екен, мен дизайнмен жұмыс жасамаймын, Сен дизайнерлермен. жасамайсыз, иә? Жоқ, жасамаймын. Сіз сұранысты қайдан білесіз? Мен өзімнің талғаммен жұмыс жасаймын. Аха. Бүкіл киімдердің бәрін өзім талғап, өзім таңдап, сол өзім алып келемін бұл Мгм. жерге. Мгм. И алып келген киімдердің барлығы бүкіл келіншектердің ойынан шығады, ұнап, оларға сұранысқа ие болады. Мгм. Сол үшін бұл жерде мен или менікі дұрыс па екен, дұрыс емес пе екен, егер дизайнермен істесем, одан да жұмысым жақсарар ма еді, Иә. білмедім енді. Жақсы Бірақ ақша та- тауып жатсаңыз, демек дұрыс. М, Адамдарға ұнап жатса. Иә. Және командада қанша адам бар? Бізде қазір командада 8 адам бар. Мгм. Бізде осы Гизия Гизияның өзінде, магазинінің өзінде 8 Мгм. қызымыз бар. Олар да қазір менің жүрген жүрісіме қарап, тұрған тұрысыма қарап, сөйлеген сөзіме қарап, қазір көз қарасыма да қарап, олар уже біліп алған, көп клиенттерге қалай сөйлеуді, қалай оларға подход жасауды, қалай олардың не қалауын. Мгм. Адам психолог болу керек деп ойлаймын. Адам, мысалы үшін, саудада жүрсеңіз де, қай жерде отырсаңыз да, оның ішкі сырын білу керек. Түріне қарап, жүрген жүрісіне қарап, оның фигурасына қарап, қандай киім киетінін де білу керек деп ойлаймын. Сол үшін қыздарға айтамын, қыздар, сендер қараңдар, оның түріне, бірінші қандай размер киетініне қарап, сен көз қарасымен біліп алуларың керек. Және де сұрамай, оларға талғам, мысалы үшін, киген киіміне қарап, талғам көрсет, талғай білулерің керек деп солай айтам. Сол менің сөздерім оларға сабақ. Олар сол сөздерімнен қазір мен жұмысқа бармасам да, бүкіл жұмысымды реттеп, бүкіл клиенттермен сөйлесіп отқан, сол менің қыздарым. Екінші кәсібіңіз бар тағы да, иә? Иә, екінші кәсібім бар, ол сухофрукты. Сухофрукты бізде қаншама балалар жұмысы жасап жатыр, 10-нан астам. Бұл сухофрукты мен енді жүйеге қойылған жұмыс.
Біздегі 30 жыл бойы бізде осы нарықта жүргенімізге бірден бір себепкері бұл нарықтың ең төменгі бағада екені. Осы суға фруктомен 30 жыл бойы жұмыс жасап 30 жыл бойы жұмыс жасап жатырмын. мәссаған. Және де біздегі сапа. Мен көбінесе сапаға қараймын. Сапаға қараймыз, сапамен жұмыс жасаймыз. Және де нарықта 30 жыл бойы тұрудың өзі Оңай қиын емес. нәрсе, оңай емес. Иә. Қолда ұстап тұрудың өзі оңай емес. Сол үшін бұл жерде бізде баға. Мгм. Ең төменгі баға бізде. Сол үшін біздегі бүкіл клиенттердің бәрі бағамен салыстырып келіп алып кетеді. Мгм. И біздегі жаңағы качество, сапаға жұмыс жасаймыз. Қарайды, иә. Мгм. Қай жақтан келеді сіздерге өнімдер? Бізде негізінде Иранмен бірге жұмыс жасаймыз, Қытаймен бірге жұмыс жасаймыз, Таиландпен, Америкамен бізде, Өзбекстанменен бірге жұмыс жасаймыз. Бүкіл сол жақтан товарды алып, сапасына қарай бізге жіберіп отқан поставщиктеріміз бар, сол жақта жұмыс жасайтын. Сізді кәсіпкер ретінде таныдық, мықты жұмыс жасайтын мотиватор ретінде таныдық, блог жүргізетін маман ретінде қарастырдық. Енді ана ретінде қарайықшы. 2 ұл, 2 қызыңыз бар, иә. Жалпы бала тәрбиесінде осы әсіресе жұмыста жүретін аналар үшін қандай нәрсе айта аласыз? Бала тәрбиесіне ең маңызды нәрсе, бұл өмірінің маңызды нәрсесі, бұл біздің өміріміздің жалғасы олар. Сол үшін ең бірінші оларға бізге тәрбие беру керек, ілім беру керек. Мен ең бірінші тәрбиені алам. Менде қатал тәрбие негізінде балаларға деген. Бірақ олай көрінбейді. Уақытысында өзі реті келгенде еркелетіп те алам, уақыты кезінде сығып та алам, уақыты кезінде білімді де беріп отырамыз. Соның арқасында мен мысалы үшін осы қызым үлкен оқу орнын бітіріп жатыр, диплом алып жатыр, мектепті қызыл аттестатпен бітіріп жатыр, алтын белгімен бітірді. Соның барлығы ол бірінші ол жерге мен барғанымда мектептерге айтатыны, қызыңыздың тәрбиесі жақсы дейтін еді. Тәрбиені алып, содан нәр алған қыз, ол ар жақ қарай бар нәрсені алып кетеді, білімді де алып кетеді. Тәрбие болған жерде. Ар жақ қарай өзіне керекті нәрсені де ала береді деп ойлаймын. Сол үшін ең бірінші менің ұстанатын ұстанымым тәрбие. Үйде тәрбие болу керек. Балаларға деген көзқарасың басқаша болу керек. Жұмыстағы көзқарас басқаша, үйдегі көзқарас басқаша. Мысалы үшін жұмыстан келемін, мен көзқарасыма қарап, балалар уже өздерін әрине жасайды, түзелей бастайды. Неге десеңіз, даладағы нәрсені мен үйде алып келмеймін. Үйде айтпаймын, ешқандай ондай әңгіме болмайды бізде. Только бізде үйде балаларға қатысты әңгімелер болады. Сол қаталдықтың арқасында, сол тәрбиені көріп жатқан балада жан жағына қарап, мен осы қызымды, осы балаларыма сондай тәрбие бергенмін. Мен осы мектепте не болып жатыр деп сұрамайды екенмін. Неге десеңіз, баланың тәрбиесін ол бұзады деп. Мен сөйлескім келсе, мұғаліммен сөйлесем. Мұғалімнен барлық информацияны білем. Баладан не болды, қандай жағдай болды, мұғалімің не деді деген менде сұрақ жоқ. Неге десеңіз, бұл баланы әңгімеге көп уақытын кетіру деп ойлаймын. Тәрбиесі бұзылады деп ойлаймын да. Менің ол өзімнің түсінігім енді. Сол үшін баламен ондай мектептегі жағдайларды мен сұрай бермеймін. Ал егер минус жағдайлар болатын болса, ол жерде сен өзің кінәлі болғансың, содан кейін сондай болып тұр. Сен бірінші кінәні өзіңнен ізде деген сияқты, оны кінәні өзіне артып қоямын. Сол сияқты сондай тәрбиенің арқасында ма, балаларымда маған шағымдану, минус жағдай деген нәрсені айтпайды. Мен де ондай нәрсе естімеймін. И мұғалімдерден мен еститін тек қана жақсы сөздер. Енді барған кезде жаңағы жиналыстарға барамыз, сол кезде еститінім тәрбиелі қыз тәрбиелеп отырсыз, тәрбиесі мықты деп, сол жағынан бірінші орында айтады. Соның арқасында міне білімді, ілімді алып, жақсы жақтарынан көрініп, арттарынан жақсы сөзді естіп отырмыз. Сол бірінші біздің жаңағы көңіл бөлетін нәрсеміз тәрбие. Тәрбие. Және бір отбасылық бір принциптер бар ма? Бізде отбасылық мынандай принцип жоқ негізінде. Принципке қоймаймыз. Отбасы негізінде ол алтын ұяң, өзіңнің өміріңнің бір бөлігі. Сол үшін мен принцип деп қойып, оған мынандай деген менде ой жоқ. Кәдімгі өмір, қарапайым өмір сүріп жатырмыз. Негізінде осы
балалармен балаларды қанша мың жұмыс жасап оларға тәрбие беріп жатқан кезде біз өзіміздің бар дүниелерді көрсетпейміз. Өзіміздегі неге десеңіз, ол ақша жағынан, бизнес жағынан деген сияқты ғой. Олардың көңілі соған ауып кетеді, білімін тастап кетеді деген сияқты менде қағида бар. Ал менің жаңағы олар маған айтады, мама, біз қашан бай боламыз дейді. Балаларым солай сөйлейді маған. Мәссаған. Неге десеңіз, ол менің жағдайым бар екені, не екенін білдірмеймін оларға. Неге десеңіз, ол соған сүйенеді ертең, арқа сүйейді соған. Сол үшін бізде бар нәрсені білдірмей, оған тек қана тәрбиеменен, білім беруден тынбай еңбек етіп келеміз. Енді ол күнделікті өмірде көріп жүрген жоқ па бар нәрсеге? Бар нәрсені көріп жүр, тамағы тоқ, киімі бүтін, басқа одан артық нәрсемен дүниелер көрсетпеймін оларға. Олар оны көрсе, одан басқа шалқаюы мүмкін. Өзінің көзқарасы өзгеруі мүмкін. Басқа жаққа деген, достарына деген көзқарасы өзгеруі мүмкін. Сол үшін бар нәрсені оларға көрсетпейміз. Лажы барынша қарапайымдылық тәрбие көрсетеміз оларға. Күшті. Бай бол деп айтамыз ғой. Ол рухани байлық болсын, материальный болсын, табыспен болсын. Сіз үшін байлық не? Мен үшін байлық ол балаларым, отбасым. Егер де менің балаларым аман болып, жан-жақты өзінің жұмыстарын игеріп, өзінің білімдерін арттырып жатса, жоғары биіктерден көрініп жатса, менің отбасым тыныш болса, менің ең бірінші байлығым сол. Отбасым тыныш болса, менің де көңілім жайлы болады. Мен жұмысқа деген жұмысым арта бастайды, арта түседі. Сол үшін маған көбінесе энергия беретін мен балаларым, отбасым, мен отбасымның ең басты байлығым деп есептеймін. Керемет. Бүгінгі сұхбатыңыз үшін өте рахмет. Сіз үшін алғыс білдіреміз. Алдағы болатын жобаңызға сәттілік. Сіздің ниетіңіз қандай ақ болса, сондай жандар жолықсын. Алдағы уақытта өміріңізде сондай команда жолықсын. Мықты қазірдің өзінде де бар ғой енді. Үлкен масштабқа шыға беріңіз. Сіз өте күшті мотиваторсыз. Сізде мен мотивация алдым. Бұл бір жылға жетпейтін уақыттың ішінде 160 мың оқырман жинау деген бұл өте керемет нәтиже. Еңбегіңіздің жемісін көре беріңіз. Тағы айтатыныңыз? Рахмет, көп рахмет. Мына осы подкастқа, осы студияға шақырып, әңгімелесейік деп, менің мысалы ішкі сырларымды мынау білейін деп шақырғаныңызға өте рахмет. Алғысым шексіз. Бұл еңбектің арқасында қанша мың не жатыр бізде? Еңбек жатыр. Қанша мың бұл жерде біздегі команда тұр. Сол команданың арқасында осында бір жылдың уақытысында керемет біз нәтижеге, жетістікке жетіп жатырмыз. Оны бірінші Алланың арқасы, екінші өзіміздің еңбектің арқасы деп ойлаймын. Сол үшін сіздерге де тілерім, алдағы уақытта тек жоғары биіктерді бағындырып, сіздердің де подписчиктеріңіз көбейіп, еңбектеріңіз жанып, тек жоғары жақтан, жақсы жақтарыңыздан көрінулеріңізге тілектеспін. Рахмет сізге.